Білмеймін, бауырым, тасташы бәрі, кеш. Төрт жылда Болмай тұр, бауырым. жаңа шыққан төртілерің Ой, бауырым, кеш. Срочно, давай, кеш. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Қалтаңда ақшаң көп болса, ауырады жүрек, ауырады. Қалтаңда соқыр дейін жоқ болса. О, айтпақшы. Осы жерді қайраттым тасқа негізі өзгерту керек сияқты, өзім данышпанмын ғой дегенмен, Мақсат, қайдасың бауырым? Қалайсың бауырым? Қалайсың? Қалың қалай? Не болды бауырым? Түрің өрт сөндіргендей ғой. Нашар бауырым, нашармын мен. Не болды? Жүрегім ауырып тұр мен. Онда скорый шақырайық та, не қарап тұрмыз? Тоқта. Қайда скорый, тоқта? Енді ауырып өсіп тұра бересің ба? Мен сен үшін сонша жерден жүгіріп келдім ғой. Бауырым, мен жүрек болғасын ауырады дедім, мен кәдімгідей ауырып тұр да былай. Қалай кәдімгідей ауырады? Енді біреу ауыртты да жүрегімді. Кім ауыртты? Бауырым, не деген түсінбейсің? Түсіндірсе енді. Енді кім болшы еді? Әйелім не баяғы, әйелім. Шөп салды ма? Қайдан айтпа. Қайдан білейін енді? Енді әйелім жүрегімді ауыртты ойбай, жүрегімді. Соны да әңгіме бар деп айтып тұрсың ба? Бауырым, мына саған қарағанда, мына менің жүрегім ауыру керек. Түсінесің ба? Ұрпағым жоқ қой менің. Қой? Ана үйдегі әйеліме. Қайдағы ұрпақ жоқ айналайын, бақандай үш қызың бар ғой, сен қайдағы ұрпақ жоқ айналайын, қайдағы айтпашы. Ана үйдегі әйеліме ұл тап десең қыз табады. Ұл тап десең қыз табады. Бақандай үш бірдей қыз тауып тастады. Бауырым, неткен ақымақсың бар ғой, неткен ақымақсың, әп-әдемі қыздарың бар. Ана үйде әйелің балаңды тауып, аузын жауып, қасыңда отыр, сопайып. Сенен бақытты адам жоқ қой мұны аяқта. Жарайды. Қойш, бәрібір де түсінбейсің. Сонда саған не жетпей жүр ал енді? Бауырым. Менде бәрі бар. Құдайға шүкір, әйел де бар, бала да бар. Бірақ ақша болмаса, сол бақытын далада алады екен. Соны түсін. Бауырым, ақша деген қолдың кірі. Бүгін бар да ертең жоқ. Білем, бауырым, білем. Ақша қолдың кірі. Бірақ соны үйдегі әйел түсінбейді ғой, соны түсінбейді. Неге түсінбейді? Түсінбесе түсіндір. Бауырым, түсінбейді. Сен білмейсің ғой. Мен қазір үйде жата алмайтын болдым бар ғой. Үйде жатсаң, неғып жатсың үйде? Қойшы деп ұялып кішкене отыра қалсаң, неғып отырсың дейді. Жарайды қойшы деп, қылай аяғы бар ғой, бала шағамен тамақ іше алмайтын болдым жүр. Бала шағамен отырып тамақ ішейін десең, неғып тамақ ішіп отырсың, тамағынан анағасы қайтып өтіп отыр дейді. Қысқасы айтқанда үйден кеттім мен. Жырғап жүр дейсің ба? Сонда саған үйден де орын табылмаған екен ғой. Қойшы бауырым, одан да орнына кілікті сөндіріп бір шекше. Өрт сөндіреміз ба? Өрт сөндіреміз. Кеттік анда бауырым, кеттік. Ассалаумағалейкум ата. Ассалаумағалейкум. Ақсақал, менің үйімде өртеніп атқан. Қай ондана өрт сөндіретін шақырмайсыңдар ма? Ақсақал, анау өрт сөндіретін пожарныйыңыздан да не шақырсаңыз да пайдасы жоқ. Не боқ балды? Ата, үй емес, ішкі күйіміз өртеніп жатыр. Құдай сол. Өрт емес, ішке дерт кетіп жатыр деші. Сол дертте ата. Ал, не болды сонда? Мына жігіт. Мына жігіт мен ұрпағым жоқ дейді да. Өзінің әп-әдемі қыздары бар. Қасында әдемі сұлу әйелі бар. Сонда бақыттысымын, ойбай, ұрпағым жоқ. Қоя тұрш. Мынаның ұлы да бар, қызы да бар. Ақша таппаған үшін әйелі мазасын алады екен. Соған өзін сорлымын дейді. Нағыз сорлы менмін ғой ата. Ұрпағым жоқ қой менің. Қарақтарым-ай. Қыз бала Алланың мейірімі деген пайғамбарымыз. Кімде-кімнің қыз баласы болса, оның орны жәннатта деп еді. Ал Ибн Аббастың айтқаны бар еді. Егер қыз балаң болса, ол қуанышты күнде сенің жәрдемшің. Ауырған кезде көмекшің. Ал қиналған кезде ол сенің жаныңдағы жанашырың деп еді. Оның ауырлығын жер көтереді. Ырыздығын Алла береді. Түсіндің бе? Ал, бауырым, саған айтарым, саған дүние жетпейді ғой.
дүние жетпейді маған сол. Бұлай болсын. Мен сенің өміріңе жететін дүние Ой, тапқыр едім. қойыңызшы ақсақал, тегі, қай-қайдағын айт. Тыңдап алам. Бірақ саған өміріңе жететін ақша білем, бір талабым бар. Анау ұлыңның ба, қызыңның ба біреуінің тырнағын маған суырып бер. Ой, ата, қойыңыз қайдағын айтпай. Ой, қай-қайдағын айтпақшы, қойыңыз болмайды олай. Неге болмайды? Керек емес ондай ақшаңыз маған. Рахмет. Алмайсың ба? Алмаймын ондай ақшаңызды. Міне, көрдің бе балам? Дүниеге біз қызығамыз. Бірақ сол қызыққан дүниеміз сенің кішкентай ғана балаңның бір тырнағына да татымайды. Сол айтасыздар ғой. Бәрі сол айтасыздар. Айтқан мен. Ей балам ай. Сендер тұр ғой, пайғамбарымызда да мұң болған. Ой, қойыңызшы ата. Пайғамбарымызда мұң болмаған шығар енді тегі. Ой, қойыңызшы ақсақал. Екі дүниенің сардары болған пайғамбарымыз қайғырмаған шығар енді. Соны айтам. Ендеше, тыңдаңдар. Екі дүниенің сардары пайғамбарымыз. Өзі көзі тірісінде талай балалары болды. Бірақ біреуі дүниеге келсе де, біреуі дүние қызығын көрмей, дүниеден ұл қыздары өтіп жатты. Бір ұлы 6 жасқа келіп еді. 6 жасқа келген ұлы бір күні қатты ауырды. Пайғамбарымыз Аллаға дұға жасап, «Ей Алла, ей жаратушы Алла, жалғыз ұлыма шипа берші», деп Алладан күндіз түні маңдайын сәждеден алмай дұға жасады. Бір күні баласының даусы сырттан естілгендей болды. Пайғамбарымыз сыртқа шығып қараса, баласы құрақ ұшып жүгіріп жүр екен. Пайғамбарымыз қатты қуанды. «Я рахымы, мейірімі шексіз Алла, рахымыңа, мейіріміңе мыңда бір шүкір. Сен менің дұғамды қабыл етіпсің. Я Алла, шүкір» деп пайғамбарымыз дұға жасап жатыр еді. Кенет Жәбірейіл алейхиссалам келді. «Я Расулулла, саған біреу келіп тұр» деді. «Я, кірсін». Жан алғыш Әзірейіл екен. Келді де, «Ей, әлемдердің әміршісі, мен аспан мен жердегі періштелердің бәріне қол жайдырып келдім. Сізде қол жайып дұға қылыңыз. Сізде ұл болмайды. Сіздің ұлыңыз дүниеден қайтады» деді. Пайғамбарымыз қатты өксіп жылады. Бірақ, «Ей Расулулла, сен дұға қылшы. Сенің дұғаң қабыл болады. Бірақ та, не үмметіңді, не ұлыңды талдайсың» деді. Көп ойланып пайғамбарымыз, «Ей Әзірейіл, ұлыммен қоштасуға уақыт берші» деді. Сыртта жүгіріп жүрген ұлын шақырып, «Оу, көзімнің нұры, көңілімнің қуанышы ұлым, келші бері» деді. Ұлы жүгіріп қасына келді. «Я балам, сен бір алыс сапарға аттанасың» деп еді бала. «Я әке, мен ұлықсат етіңіз, қолымдағы ойыншықтарымды анау көрші балалардан сұрап алып едім, қайтарып келейінші» деді. Бала жүгіріп кеткенде пайғамбарымыздың өзегіне от тығылғандай болып өксігі келді кеудесіне. Баласы қайтайланып келді де алдына отыра бергені сол еді. «Я, әке, басым» деді. Пайғамбарымыз, «Әзірейіл, баламның жаны қиналмасыншы» деді. Сол-ақ екен, бала көз жұмды. Пайғамбарымыз жалғыз ұлын кеудесіне құшып, қатты көзімен моншақтаған жастары баласының қойнына құйылып жатты. Міне, қарақтарым, пайғамбарымызда да мұң болған. Я, ақсақал, біз неткен ақымақпыз. Басымыздағы мынау бақытты бағаламаған не деген ақымақпыз десеңізші. Иә, ата. Біз өз бақытымыздың қадірін білмей жүр екенбіз, ата.
Иә, қарақтарым, жаңылмайтын жақ болмайды дейді. Сол үшін дұға қылу керек, кешірім сұрау керек, балам. Кешірім сұрау. Кешіріңіз Кешіріңіз, ата. ақсақал. Ай, балам, кешірімді менен сұрамайсыңдар. Кешірімді Алладан сұрайсыңдар. Бірақ Иә. біз қалай сұрау керегін білмейміз Иә. ғой, ата. Білмейміз ғой ата біз. Қалай сұраймыз? Үйретіңізші бізге. Ақсақал. Балаларым, жер бетінің жәннаты болған мешітте имамдарымыз отыр, ұстаздарымыз отыр. Солар үйретеді. Алланың ақиқат жолын іздесең, мешітке барыңдар. Жақсы болды ата. Имамдардан оқыңдар. Дұрыс болды ата. Мен де өзім солай бара жатырмын. Сендерді ерте барайын. Әрине, жүріңіз Жарайды. ата. Жүріңіз. Жақсы болды, ата. Жақсы болды. Иә. Ақсақал, сіздер жүре беріңіздер, мен қазір қош айтып аламын, иә? Ай, балам, ай. Ау, Қайда барасың? мен ана үйден әйеліне кешірім сұрап келейін деген ғой. Ай, баламсың деген. Бірінші Алладан сұра кешірімді. Сосын кейін әйеліңнен сұрай жатарсың. Жарайды онда. Бірінші Алладан сұрайын, иә? Жақсы, кеттік. Жүре ғой, балам, ай.